Жаңа конституция жобасындағы өзгерістерді талқылау жалғасып жатыр. Осындай кездесулердің бірі Астанада тележүргізуші Динара Сәтжанның қатысуымен өтті. Шараға жиналған жастар ұсынылған өзгерістер мен жастардың ел болашағын қалыптастырудағы рөлін талқылады. Мәжіліс залында адам лық толы. Мұнда елордалық жастар, студенттер жиналған. Белсенділер жаңа конституция жобасындағы маңызды өзгерістерді талқылады. Жаңа конституция жобасында қазіргі таңда көптеген өзгерістер енгізіліп жатыр. Оның барлығы да біздің осы құқығымызды қорғау, білім, инновация және де отбасылық құндылықтарды дұрыс бағдар беру аясында жасалған өзгерістер. Сондықтан да енді біздің жалпы ұлттық коалицияның бір басты мақсаты қазіргі таңда оның барлығын дұрыс түсіндіру, яғни бір дұрыс бағдар беру. Сондықтан да біз осы түсіндірме жұмыстарын қандай да бір коллективтермен, жастармен, студенттермен қазіргі таңда арнайы өткізіп жатырмыз. Жиынға елге танымал тұлғалар да шақырылады. Бүгін жастармен кездесуге белгілі тележүргізуші Динара Сәтжан келді. Ол елдегі барлық оң үрдістерге бейжай қарамайтын жеткізді. Во-первых, мне очень нравится. Біріншіден, маған жаңа конституция жобасының қызу талқыланып жатқаны ұнайды. Бұл елдегі болып жатқан барлық үрдістерге бейжай қарамайтын жетілген қоғамның белгісі. Екіншіден, еліміз өркендеп, экономикамыз дамысын десек, заман ағымына қарай бейімделіп отыруымыз керек. Мысалы, 10-20 жыл бұрын менің ойым, қарым-қабілетім басқа болды. Үздіксіз дамудың арқасында осы дәрежеге жеттім. Сол сияқты мемлекет те үнемі жетіліп отыруы керек. Бүгін осы туралы сөйлестік. Айта кетейік, айтулы шараны жалпы ұлттық коалиция мүшелері мен Астана қаласы әкімдігі ұйымдастырды. Серік Селебайұлы, Санжар Біргебаев, 24 KZ.